Сәлем, менің атым Диана, және мен өз өмірімде болған ғажайып оқиғаны айтқым келеді. Мен кедей, бірақ көп балалы үйде туылдым. Біз үйде жетеуміз, менің апайым және менің 5 бауырым. Мен 6-да болғанда біз 7 болдық. Үйде тек әкем жұмыс істеді, ал анам біздің тәрбиемізбен және үй тазалығымен айналысты. Сондықтан ақша жетпеді, бірақ біз бақытты едік. Бірде әкемді жұмыстан шығарып жіберіп, біз жейтін, киетін түк те қалмады. Біздің бәріміз тамақ сұрай бастадық. Түк те жетпеді. Сосын әкем не де болса басқа елге құрылысшы болып жұмыс істеуге кетті. Қызмет берушілер оған үй мен тамақ берді, ал әкем бар ақшаны бізге жіберіп тұрды. Әкем күнде хабарласатын. Басында жұмыс қиын, бірақ істеуге болады деп еді. Сосын әр күн сайын оның шаршай бастағаны көрінді. Сосын әкем 8 кісімен бірге бір бөлмеде тұратындықтарын, ас тамақ беретіндіктерін, демалыссыз жұмыс істейтіндіктерін айтты. Сондықтан әкем осы айды аяқтаған соң оралатындығын айтты. Мамам әкемнің үйге келетіндігіне қуанып қалды. Бірақ келесі күні әкем жоғалып кетті. Телефонды алмады, телефон соқпады. Анам ұзақ уақыт бойы жылады, бірақ сосын тамақ жоқ болған соң өзін-өзі қолға алды. Сондықтан ол сатушы болып жұмысқа шықты, ал бала-шағаны біз қарадық. Сосын біз де анама көмектесіп, бәрі жақсара бастады. Әкемсіз өмір сүріп үйреніп те қалдық. 10 жыл өткен соң мен тамақ пісіріп жаттым. Біздің есікті біреу қағып тұрды. Бұл ұзын сақалды, тіссіз, өте қатты сасық бомж еді. Ол су сұрады, ал мен аяп кетіп тамақ ішуін сұрадым. Ол үйге кірді. Біз ұзақ уақыт сөйлесіп отырдық. Сосын мен далаға шығып келетіндігімді айттым. Ол да далаға менімен ерді. Сосын өзен жағасында мен қолымды жууға тоқтадым. Ал бомж: «Қара, суға құлап кетіп жүрме, морковка», деді. Сосын мен суға құлап түстім. Кішкентай кезімде әкем маған ылғи осылай айтатын, және мені морковка деп атайтын. Біз үйге келген соң анам есікті ашты. Мен су болдым. Және болған жайтты айтқан кезде сенбеді. Бірақ ол қырынып жуынған соң барып, анам әкемді таныды. Сосын әкем оның кеткелі жатқандығын біліп қойып, ақшасы мен құжаттарын тартып алып қойғанын, 10 жыл бойы тегін жұмыс істеткізгендіктерін айтты. Міне сондықтан ол үйге қайтып орала алмапты. Сондықтан мен берілмей, көңіл түсіріп, депрессияға түсіп, уайымдап керек емес деп ойлаймын. Бар болғаны өзіңді өзің қолға алып, іске кіріссең болды. Және жақсы нәрсеге сенсек, бәрі жақсы болады. Достар, егер сіздерге видеоны сарынаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп-көп рахмет.